Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны қарамас бұрын маған тіркеліп, лайк басып, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Себебі мендегі шығып отқан күнделікті видеоларымды сіз бірінші болып көресіз. Біз бүгін сіздермен жеті шелпек жасайтын боламыз. Әр өңірде әрқалай атап жатады. Мысалы, жеті нан, жеті күлше, жеті тоқаш деп. Біз жақта жеті шелпек деп атайды. Сіздер жақта қалай атайтынын комментарияға жазып кетіңіздер. Ал бастайық. Бізге жылы су және бір қасық тұз, 2 қасық қант, бір қасық сұйық май және бір қасық ашытқы салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Негізі жұмада ғана емес, аптаның басқа күндерінде де жеті шелпек таратып, еш шығарып тұрғандарыңыз абзалырақ. Осылай барлығын араластырып, ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырларыңыз главное қолға жабыспайтын болса болды. Міне осындай. Енді демалдыруға біз 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Міне ашыған қамырымызды алып бөліктерге бөлеміз. Менде 7 шелпек және 2 нан шықты. Осылай екі жағын қызартып қуырып аламыз. Міне біздің 7 шелпегіміз. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.